Машина Infiniti G35 оталмай келді, троспен алып келді. Спортивный машина екен. Оталдырып көреміз. Қазір гаражға кіргіземіз. Механика екен. Объемы 3/5. Зажигание ашқан кезде сразу вентилятор қосылып жатыр. Аварийный режим. Так, зажигание аштым. Сразу вентилятор ойнап жатыр. Қазір көрсетемін. Аварийный режим. Ноли Виктор. В общем, примерно направление аламыз қазір. Мына жерде мынау предохранитель ат жібере береді екен. Астынан санағанда 4-шісі. Ол деген бізде Ignition ECCS конт. Ол зажигание. Так, главный релеге барады. Главный реле. Главный реленің управляющий питаниясы. Плюс от зажигания. Минус постоянный болады. Соған барады. Қазір примерно көрсетем қалай тұратын. Сода замыкание бар. Примерно замыкание оларда енді мынаның астында болуы мүмкін. Бәрі изолентамен оралыпты. Мына жерде изолентамен оралған. Мына жерлер бәрі. В общем, плюсовой провод массаға тиіп жатыр ғой, примерно. Ол точно емес, қазір көреміз. Может басқа жерде замыкание. Қазір просто направление алып жатырмыз. Қазір сызып бәрін көрсетем. В общем, мынаны сызып қойдым. Кілт ашқан кезде через зажигание мына катушкасына, реленің катушкасы мынау. Осыған плюс келеді. Минус постоянный болады. Мына жер болмайды міне. Так. Мынау минус постоянный болғанда кілт ашқан кезде мынаған замыкать етеді, мынау контакт сөйтеді. Катушкаға барады. Компьютердің питаниясы барады. Өте көп жерге барады негізі былай. Примерно сызып қойдым. Қазір біз кілтке дейін мынау участок тексереміз ғой. Кілтке дейін. Мынау участок керек жоқ бізге. Пока. Мүмкін мынау участокте. Бірінші мынау участок көреміз. От легкого к сложному деп айтады ғой. Сол жерге. Бірінші оңай жерінен бастайық, потом уже мына жерге барамыз. Жаңағы жерден шыққан предохранитель 20 ампер болу керек. 2-3 предохранитель қойдым дейді. Қазір предохранитель атып атқан жоқ, но сонда да от алмайды, тишина болып тұр ғой. Компьютер күйіп кетпесе болды, главный. Кілтті ашам. От алдырсам, тишина. Қазір көреміз енді. Компьютер связі шыға ма, шықпай ма, соны көрейік. Так, бізде тағы да бір замыканиясы бар екен. Значит, общий тағы да бір жерлерде замыканиялар бар. Мынау. Мынада питание бар. Екінші аяғында жоқ міне. Бұл бізде. Бұл кім бізде? Төбесінен санағанда 3-шісі. Фронт. Вайпер ма? Вайп. Қазір орысша аударып көрейікші. Жаңағы предохранительді салдым. Қазір от алдырып көрейік. От алмайды. От алды. Қазір замыкание жоқ. Ең жаман осы. От алып кетсе. Қазір естіп тұрған кезде проводтарды қимылдатып көрейік. Так, мен оған 20 ампер болу керек, 15 салып қойдым специально, чтобы тез жанып кету үшін. Пока жоқ. Көру керек онда. Мына жерлердің бәрін ашып көру керек, по-любому қайталанады. Мынаның іші су кірген екен, окислениялар бар.
көгеріп жатыр. В общем, мынаның іші бәрі су. Мынаның астының бәрі изолированный, изолентамен. Осының бәрін ашып көреміз. И мынау жаңағы көгеріп жатқан. Біраз жерге су тиген. В любом случае осы жерде болу керек замыканиясы, өйткені мынау ораған деген. Біраз нәрсе істелген нәрсе ғой. Бәрі қимылдап кочка ұстаған кезде массаға тиіп кетеді, корпусқа, сосын өшіп қалады. Предохранитель атып жіберіп. Мынаны астын ашып көрем, қазір көрсетем. Қазір пока явный жерлер жоқ. Мыналардың бәрін қайттан орнына қойып, мынаның бәрі проволокада тұр. Мынаның бәрі орында емес. Осындай кезде өстіп қажалып, мынаның төбесі мысалы. Бәрі орында емес. Хамуттарда тұру керек. Бәрін хамутпен қысып қоямыз, жүріп көреміз, басқа амал жоқ. Явный жерлер көрініп отқан жоқ. Мынандай жерлер міне мысалы дұрыс тұрған жоқ. Осының бәрін орнына қою керек. Ана каса қимылдап жүр. Жүрген кезде тоже қимылдайды. Тиеді. Камерада онша көрінбейді массаға. Соның бәрін орнына қоямыз қазір. Мына бетінде енді жоқ ештеңе. Мыналардың арасында да болуы мүмкін. Бір волосинка бір-біріне тиіп қалады да, замыкать етеді. Так, мына жер вроде нормальный, вообще сырты ғана. Так, мына кірден, мына жерде сливной су кететін сливная трубка бар. Сол бітеліп қалған, оны тазалап қойдым. Каса мынандай болмау керек қой міне. Бәрі қимылдап жатыр. Жүрген кезде қажалады да замыкать етіп қалады. Мысалы, мына жерде міне мынандай оголенныйлар бар. Осы массаға тиіп кетуі мүмкін. Сол кезде күйіп кетеді проводтар. Осындай нюанстар көп екен. Так, бір подозрительный жер шықты міне. Мынау провод и мынау. Мынау болт жақтан шықты ғой. Бұл болтта масса болады. Осы замыкать етіп қалуы мүмкін. Осыған тиіп. Мынау именно вот сол жерден шықты. Қажалып. Осының бәрін устранить етіп жүріп көреміз қазір. Тап-таза жуып қойдым. Енді су тұрмайды. Так, короче, бұл емес екен. Өйткені зажиганияны аштым, от алдырдым. Мынада плюс жоқ. Мұнаусында да жоқ. Питание келмейді бұған плюсовой. Онда басқа жерде проблемасы. От алдырып қазір тексеріп көреміз енді. Бәрін қимылдатып, болмаса жүріп көреміз. В общем, 1 сағат болды, от алып тұр. Предохранитель атқан жоқ, бәрі істеп тұр. Еще 20 ампердің орнына 15 ампер специально қойып қойдым. Сәл замыкание тез жанып кету үшін. Ол пока бәрі нормально істеп тұр. Короче, замыканиясы табылды міне. Компьютерға баратын проводтар өртеніп жатыр ғой міне. Мына жерін енді белгісіз не болып жатыр. Байдың қандай адам отырады сен ада, е? Досым? Қандай адам отырады мада? Мына бізде компьютер
Компьютердің 67-ші аяғында бізде замыкание бар. Именно сол бір контакт. Мына 67-ші контакт. Ол бізде так барады. Общий масса, мына жерде общий точка соединениялар. Датчик температураға барады. Датчик маслоға барады. Уровня масла, давление масла. Сосын бізге волюметрға барады. Мына прямой волюметр. Intake air temperature sensor. Mass air flow sensor. Датчик расхода воздуха. Так, 67-ші контакттан шығып, 4-ші контактқа барады ғой, волюметрден. Бүгін 2-ші күн компьютерін шешіп алдық. Nissan компьютер Nissan деп тұр. MEC 61510D1. Бұда 67-ші контакт қана күйген екен, бір контакт. Мына жерде. Золотистый болып тұрған, қазір көрсетем. Мына бірақ контакт күйген екен. Мына жерінде кішкене қызған, но бірақ ештеңе етпейді ол. Осының бәрін восстановить етіп көреміз қазір. Но бірінші очередь замыканиясын табу керек, қай жақтан шыққан. А то қайттан басталады бәрі. Мына жері қызған. Короче, мына минусовой провод 67-ші контакт. Бейтіп капотқа қарай шығып кетеді. Капоттан бұлай келеді. Волюметрға барады, абсорберға барады, датчик температураға барады, масса. Сөйтіп барып волюметрдегі плюсовой проводқа жабысып қалады екен. Ол бұлай тұр, өйткені. Мынадан қысып тұр міне. Содан кейін бүйтіп қажап жабысып қалған. В общем, проблема сол жерден шықты. Тура көз алдында. Қазір соның бәрін устранить етеміз. Анан бәрін жасаймыз, жібереміз. Мына как раз қызыл ақ проводқа плюс келеді, анау схемадан волюметрға минус келеді. Екеуі жабысып қалған. Короче, бұлай кеткен ғой. Бәрін ашу керек мені. Бұлайынан ерекен. Истіп. Жана компьютерға через капот кіреді. В общем, қазір осының бәрін устранить етіп барып, потом результатты көрсетеміз. Еще на ходу өшіп қалады деді. Мені на ходу бүйтіп қимылдаған кезде, енді не заводской ғой, орында емес. Массаға қажалып, тиіп, ері беріп, и плюсовой жабыстырып кеткен ғой. Кочка ұстағанда оңға бұрылған кезде өшіп қалады деген. В общем, шештік біз. Бер қарай жабысып кетіп бара тұрған, проводтың бәрі жабысып қалған. Бұлай барып, астына барып, мынаны арасымен өтеді. Астынан бір айланып шығады да, датчик температура абсорберға барады, волюметрға барады и ана жаққа прямой компьютерға барады. Общий соединение, бірінші общий соединениеға барады, потом барып прямой компьютерға барады. Так, в общем, волюметрдің проводы біреуін ауыстырып қойдық. Енді қара сары полоскамен болды. Ішін ауыстырып, новый проводпен жаңғанын алып, ішін бәрін шешіп, защелкасы, контакттарын, новый контакттар, новый провод пайт етеміз осы жерден. В общем, істеп шықтық мұны. Жаңа жаңған машинаға ұқсамайды. Волюметрдің штекері. Бұлайынан алып келдік. Біреуі мына жақтан шығады, оны да разбирать еттік. Мына бір пин, общий соединениесі. Каждый жерге внимание уделять етіп атырық. Мынаның крышкасы болады мынандай.
Жаңған машинаға ұқсамайтын қылып полный істейміз болды. Только цветтер енді басқаша болады кішкене. Почти жинап жатырмыз. Артына, короче, былай істеп қойдық. Міне. Масса. Екі контактта масса негізі. Мына жерден мынандай кесіп былай кіргізіп қойдық. Міне былай тұрған кезде в общем былай болады міне. Тұрған кезде мынау обход сыртынан. Пока проверочный қойып қойдық. Тексергенге қазір оталдырып көрейік. Первый запуск. До конца ораған жоқпыз. Жай ашайын тексергенге. О, вентилятор уже ойнап жатқан жоқ. Сцепление бас до конца. Давай тағы да. Бірдеңе тағылмады. Так, машина от алып тұр, просто ошибкаларды сброс жасау керек екен, содан кейін. Ой, әдем алып тұр ғой, ондай алмайтын. Кеше трайт етуші еді. От алдырған кезде захлебываться етуші еді ғой, тіл шығып. Біраз от алып тұрсын, енді тексереміз, көреміз. Роботтар қызады, қызбайды, потом барып жинаймыз. Астын бәрін салып қойдық. Әдемілеп. Просто Nissan мен кіру керек екен, өзі Infiniti болғаннан кейін компьютердің диагностика жасалмай қойды, тек қана OBD2-ға кірген. Болды. Ешқандай пропуск ештеңе жоқ. Жарты сағат, бір сағат тұрсын, сосын барып жинаймыз. Өшіріп оталдыршы тағы, повторный запуск көрейікші. Қалай оталады. Все, болды, тұра берсін. Басқа машиналар істейік, ана жақта толып кетті машиналар. Так, машина от алып тұр. Где-то примерно 40 минут болды. Идеально істеп тұр, бірде-бір лишний звук, ештеңе жоқ. Трайт етпейді, перебой ешқандай, плавать етпейді. Әдем істеп тұр, енді жинаймыз. Сағат сияқты істеп тұр ғой. В общем, бір сағаттай болды. Провод ештеңе қызып атқан жоқ. Минус шығарған біз. Штекер ештеңе қызып атқан жоқ, бәрі орында. Әдем істеп тұр, енді жинаймыз. Так, мынандай гофра. Гофраның ішінде тряпочный изолента. Тряпочный изолентаның ішінде жұқа қылып мынандай обычный изолента. Еще мынандай оригинал тряпочный изоленталармен орап отырық. Терминатор оригинал. Короче, трехслойный болды ғой. Ыстыққа, суыққа шыдайды енді. Астында полный жинап қойдық міне. Ешқандай провод, ешқандай балта істеп тұрған жоқ. Бәрі өз орында. Міне. Төбесінде қазір көрсетем. Так, төбесі. Мынаны кішкене былай бұрып қойдық. Тимейді енді. Міне. Бәрі өз орында. Вообще қимылдамайды. Мына жері де бітіп қалды уже. В общем, все, біттік. Бәрін жинап қойдық.
Капоттың іші дайын. Мына жердің бәрі. Бардачоктың астын бәрін жинап қойдық. Қазір газ беріп көрсетейін. Все, машина дайын. Машина зверь за рулем, тигр ғой, короче.